Ұйқы без адам ағзасындағы саулықтың бәріне әсер бере алатын, ас қорыту кезінде маңызды рөл атқаратын шешуші орган болып табылады. Ұйқы безінің саулығына нелер жауап береді? Ұйқы безі қандай ауруларға шалдығуы мүмкін? Ұйқы безі өте қиын жағдайға қалай душар қылады? Ұйқы безінің шаршауы, оның істен шығуы және тағы да басқа дерттердің алдын ала байқала бермейтін белгілермен осы видеода бөлісетін боламыз. Ұйқы безінің адам ағзасындағы рөлі. Бұл нәрсе жалпы денедегі екі функцияға жауап береді. Біріншісі ас қорыту, екінші рөлі эндокринді деп аталады. Ұйқы безі белгілі ферменттерді шығара отырып, ақуызды, көмірсулар мен майларды қорытуға атсалысады. Ұйқы безі функциясындағы ең басты маңыздылығы асқазандағы ас қорытуға көмектесетін қышқылдың мөлшерін қадағалауы. Егер ол әдеттен тыс ағзаға зиянды көбірек болса, ұйқы безі өзінің қабыршықтарының арқасында қышқылды бейтараптандырады. Осы процестің арқасында тағам ішекке түскенде жаралар мен қабынулардан аулақ болады. Сәйкесінше, ұйқы безі бұл ферменттерді шығара алмаса, ішектерде қабынулар пайда болуы мүмкін. Ал енді эндокринді жүйеде ұйқы безі аталған екі гормондарға жауап береді: инсулин және глюкагон. Біріншісі қандағы глюкоза мөлшерін азайтса, екіншісі оны көтереді. Осылайша глюкоза алмасудың регуляциясы жүзеге асады. Сонымен қатар процеске астан бөлініп келетін көмірсулар да қатысады. Бұның арқасында ағзаға толықтай қамтамасыз ететін энергия бөлініп тұрады. Сондықтан да деннің саулығы үшін ұйқы безін қорғау осыншалықты маңызды рөл атқарады. Ұйқы безінің жұмысындағы қандай кедергілер болуы мүмкін және оларды көру, білу, сезу неге қиынға соғады? Бұл туралы дәл қазір айтамыз. Ұйқы безінің аурулары. Қазіргі кезде адамдар арасында жиі кездесетін ұйқы безіне қатысты қойылатын диагноз, яғни аурудың түрі панкреатит. Панкреатит өте күрделі ауру. Оның жедел және созылмалы түрі кездеседі. Бірақ екі жағдайда да панкреатиттің белгілерін басқалармен шатастырып алуға болады. Белгілі бір факторларға байланысты ауырсыну әртүрлі болуы мүмкін. Оларға мыналар жатады: ішіңізден арқаға немесе сол жақ иық пышақ айналағында таралатын ауырсыну, арқамен жатқанда ауырсыну, отырғанда кішкене ауырсыну. Басқа белгілер ауырсыну мен ыңғайсыздықты күшейтуі мүмкін. Оларға мыналар жатады: безгек, жүрек айнуы, құсу, терлеу, сарғаю, яғни терінің сарғаюы, диарея, ісіну. Бұл симптомдар басқа да ауруларда кездесуі мүмкін. Сондықтан көп жағдайда дәл ұйқы безінің аурулары екенін ажырата алмайды. Кейбір жандар жедел көмекке жүгіне де бермейді. Бірақ бұл үлкен қателік. Алғашқы белгілері кездескенде-ақ ұйқы безіндегі функционалды жабдықтың өлуі басталады. Осындай процестен кейін қатты аурулар мен құсу, безгек симптомдары өздігінен қоя салуы мүмкін. Сондықтан адам ұйқы безінің бұл реакциясына мән бермей жүре береді. Бұл үлкен проблемаға душар қылатын нәрсе. Себебі панкреатит ешқайда кетпейді. Ол бар болғаны бір күйден екінші күйге ауысады да, ауру одан әрі үнсіз асқына береді. Функционалды қабықтың өлуі біртіндеп дәнекерлеуші қабықпен ауысады. Бұл процесс ұйқы безінің толықтай жұмыс істеуіне бәсеңдетіп, ішек құрылысында ас қорытуға кері әсерін береді. Сонымен қатар жоғарыда айтылған ұйқы безінің эндокринді жүйесі бұзылады. Қандағы қант мөлшері көбейіп, диабетке әкеп соғады. Аурудың белгілері. Құрметті оқырман, егер әлі де біздің каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться етіңіз. Ал біз әрі қарайда пайдалы ақпаратпен бөлісуге тырысамыз. Бірінші, оң жақ бүйректегі аурулар. Сонымен қатар арқадағы жайма ауырсынулар. Шынында бұл симптомдар бүйрек ауруларында да кездеседі. Екінші, уланып қалу, яғни отравлениялар. Ондай аурулар жиі болып кетсе, онда күмәндану қажет. Үшінші, асқазандағы жағымсыз толықсулар. Әсіресе майлы тамақ жеген соң бұл асқазан ауруларында да бола беретін жайт. Төртінші, қорытылмаған тағам бөліктермен қалыпқа келмеген нәжіс. Әсіресе бұны жиі байқап жүрсеңіз, онда күмәндана беріңіз. Бесінші белгісі, тез арада салмақ жоғалту.
Алтыншы белгісі, яғни соңғы белгісі үнемі іштің кебуі. Көріп отырғандарыңыздай, панкреатиттің белгілері басқа ауруларда да кездесе береді. Сондықтан оны ажыратып алу қиынға соғады. Тіпті біреуі ғана кездессе, яғни байқалса, дәрігерлерге жүгінуге асығыңыз. Тек маман ғана панкреатиттің белгілерін анық көріп, оны басқалардан ажырата алады. Аурудың себеп-салдары. Ұйқы безіндегі дисфункцияның басты себептері тамақтанудың ережелерін сақтамағандықтан туындайды. Яғни фастфудтарды үнемі жеу, майлы тамақтарды көп жеу, алкогольді асыра пайдалану. Сонымен қатар, ұйқы безінің аурулары стресс кезінде немесе қанмен берілуі мүмкін. Осының бәрін ескере отырып, үнемі шөлдеп жүру, жиі-жиі қарын ашу, бас айналу және ұйқыға әлсіз болу, мұның бәрі қант диабетінің белгілері болуы мүмкін. Уақытылы әрі сапалы тексеріс көптеген жағымсыз жайттардан құтқарып қалады. Панкреатитті уақытылы емдемесе, адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Ал құрметті оқырман, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, тағы да осы секілді пайдалы видеоларды салып отыратын боламыз.